Құрметті көрермендер, жалпы біздің жастар әдебиеті жобасы аясында бүгінгі қонағымыз жазушы Бекнұр Қисықов мырза. Бекнұр мырза, қош келдіңіз. Қош болдық. Енді жалпы өзіңіз білесіз, қазір біз бір андай қатты бір кезеңде тұрмыз да, жастардың кітапты оқымай кету қаупі жоғары болып тұр. Біз енді өзіміз осындай жобалар жасадық. Сіз де қаншама жобаның басқасында жүрсіз. Сонымен қатар қаншама мемлекеттік бағдарламалар, концепциялар жасалып жатыр. Оқуға құштар ұлт деген секілді. Енді осы орайда сұрағым сізге, жалпы қалай ойлайсыз? Біз қазір кітап оқу мәдениетін қайта жаңғыртып жатырмыз ба, әлде жаймендеп жоғалтып жатырмыз ба? Ойыңыз қалай? Енді өте қиын сұрақ. Жалпы мен ойлаймын, негізі алдыңғы кезде осы былтыр 16 жылы енді осы өткен 10 жылда, 20 жылда дейікті біз мына кітап мәдениетін жоғалттық деп айтуға болады. Себебі өткенде мен өзім жазушы есебінде білем ғой, мысалға кітапты көп оқымай кетті. Кітапты мысалы насихаттау жұмыстары аз болып кетті. Жалпы мәдениет түсіп кетті деп айтуға болады. Енді ол енді қатысу шығар бір жағынан, бірақ мына мысалға кітап қызықпай кетті. Ол енді тек мысалы мәдениет түсіп кетті деп айтуға болмайды. Бұл жерде оған себептер көп. Соның арасында мысалға мына жасанды интеллект, интернет, Reels, TikTok сияқты сондай мысалға әлеуметтік желілерінде өткені қазір деген мына зерттеушілер айтады, негізі ғылымдар. Қазір адамда, мысалы адам баласында, мысалы жастарда компульсивный ми, мысалға дофаминовый ми, сондықтан оның арқасында оған тез ақпарат керек, мысалға мына скроллингтің арқасында, мысалға видео керек, мысалы мына концентрациясы СДВГ дегенде бәріміз білеміз енді, мысалға мына кітапты ұзақ оқуға қазір мысалы күште, уақытта шамасы да жетпейді. Сондай мәселе, сондай уақыт заман болып кетті. Енді біз енді қазір әдебиет жайлы, қазақ әдебиет жайлы айтқан кезде бірден автомат бірде Абайды есімізге аламыз. Жалпы 13-тамыз Абай атамыздың туған күні. Енді өзіңіз жазушысыз. Сіздің сол бір кітапқа махаббатыңызды немесе жазушылыққа деген бір шеберлігіңізге бір мысал болған Абай деп айтуға бола ма? Әлбетте, өйткені Абайды бәріміз де жақсы көреміз. Себебі Абай, бірақ мен әрқашан айтам, әрқайсысына өзінің Абайдың дербес Абай бар деп айтуға болады, мысалға. Негізі, мысалға, мағам Абай әріптес есебінде, ұстаз есебінде, философ есебінде сол жағынан танығандықтан, әлбетте, о кісі мағам әрқашан үлгі болды. О кісі мағам осындай енді әлім қалдыр деп айтуға болады. Сол кісінің арқасында тіптен сен мына біздің қазақтың философиясын, қазақтың мысалға мына менталитетін, даланың мысалға, мен даламайт деген бір өзімнің бір терминім бар. Далама деген даланың ойыны, даланың ойы, даланың философияны, соны мен жақсы танып, соның арқасында мен осы роман деген философия ғой. Роман деген мысалға, қазақтың романы, ол негізі даланың философияның фундаментінде. Сондықтан соның бәрін әлбетте бізге көрсеткен Абай. Себебі 19 ғасырда енді Абаймен тіптен пікір таласатын, Абаймен сөйлесетін сондай деңгейде адам аз болғандықтан Абай жалғыз болғанымен соңғы кезінде қандай бізге үлкен, мысалы, егер немістерге Гегель болса, бізге Абай деп айтуға болады. Сондықтан өткен екеуінің философиясы тең, бірақ мына ол Абай тек философ біз, ол екінші жағынан ол шебер. Қанша мысалға кітап шебері, яғни жазушы шебер деп айтуға болады. Сондықтан ол қанша кітаптарды, қанша мысалға шығармаларды ол қазақшаға аударды, және өзінің де шығармаларын мысалы елге танытты. Соның арқасында әлбетте мысалға Абайды енді былай қарағанда бір қырдан тануға болмайды. Оның қыры көп. Сондықтан Абайдың әсері біз қазақстандық жазушылардың бәрінде бар деп айтуға болады. Тіпті мен романдарында да Абай бар. Біз енді Жанар ханым өзі филолог маман ғой. Енді қазіргі университеттерде енді жақында ғана бітірді деп айтсақ болады ғой, магистратураны университетті. Абайды қаншалықты дәріптейді жалпы универлерде қазір? Енді бізде қазақтың жазушысы көп, қазақтың ақыны көп. Былай енді Абайды алтын ғасыр деп алсақ, одан күміс ғасыр басқа деген секілді жүреді. Сол университет бағдарламасында Абай қаншалықты зерттеледі қазір? Жалпы Абай танудан басталады ғой. Абай тану Алаш қозғалысының өкілдерінен, Бөкейхановтардың шығармаларынан,
одан кейінгі Ахмет Байтұрсыновтар, солардың барлығын бізде өтеміз ғой жеке-жеке. Барлығының шығармашылықтарында абай бар деп айта аламыз. И Әуезов одан кейін бірден бір қазір егер қазақ филологиясында оқитын студенттер болса, онда Әуезов жақын болады ғой. Ал Әуезов осы абайды танытқан абай жолымен. Әлбетте. Енді Бекнұр мырза, қазіргі таңда енді мақұл бір 50 жыл бұрын кітап жазып ақша табуға болатын. Қазіргі заманда ол жүзеге асылатын, жастар тілімен айтқанда реальный нәрсе ма? Кітаппен ақша табу дегенше. Өте керемет сұрақ деп айтуға болады. Әлбетте, осы мысалға кейбірде айтады ғой, осы баяда біз бір үлкен жазушы айтқан, 19-20 ғасырда сол кісі айтқан, сен не үшін кітап жазасың? Кітапты жаза алмайтын болсаң, жазғың келмейтін болса, мүмкіншілігің болса жазбауға, жазба деген сияқты. Сондықтан жазушылар жазбауға болмайды да, сондықтан ішінен пісіп тұр. Сол ойларды, сондықтан олар шығарады, сондықтан ол әлбетте коммерция, пайда, бизнес үшін емес, өйткені мына Қазақстанда ақша табу кітаптың арқасында қиын. Тіпті 98% осы жазушылардың осы кітаптарынан ақша таппайды деп айтуға болады, қателеспесем. 40 жыл бұрын тіпті ол кезде де кітаптың арқасында былай, ол жерде коммерция болған жоқ қой, нарықтық экономика емес. Ол енді совет үкіметінің үлкен субсидия, үлкен мысалы қолдауының арқасында жазушылар күн көрді. Бірақ ол кезде де мына кітаптың пайдасы үлкен мол болды деп айтуға болмайды. Мысалы кітаптың пайдасы деген мысалға дүниежүзінің мысалы тәжірибесіне қарасақ, ол тек үлкен елдерде мысалға нарығы үлкен сондай сияқты. Мысалға алып келсек, мысалы Джоан Роулинг, Гарри Поттер, ол мысалы жазушылардың арасында ең бірінші миллиардер. Одан басқа миллиардер жоқ. Ал мысалы мына Айкон сияқты, Мадонна сияқты басқа мысалға әншілердің арасында миллиардерлер көп. Ал жазушылардың арасында бірінші миллиардер единственный деп айтуға болады, в принципе, одан басқа миллиардер жоқ. Ол тек өткені ағылшын тіл енді 1,5 миллиардтай халық сөйлейді. Сондықтан 1 миллиардтай халық оқиды. Сондықтан оның арқасында және ол дамыған елдер. Сондықтан ол сол кітаптың арқасында ақша табыс көрді. Бізде енді Қазақстанда мүмкін емес сияқты көреді. Өзіңіз жалпы кітапты сатып алып оқисыз ба, әлде кітапханадан алып оқисыз ба абонементті? Енді мен екеуінде де қолдаймын. Енді шындықты айту керек, мен кітапты қазір көп оқымаймын. Мен енді өзімдікін оқып болдым. Енді мен жазушы болғандықтан сен өзің кітабыңды, мысалы мына кітапты жазу үшін мен бұны 40 рет, 50 рет оқып, қайтадан редакторын жасадым, мысалға. Өзім уақытым жоқ оған. Жылда енді бір 6-10 шақты кітап оқимын. 10 шақты, ол аз деп ойлаймын. Өткен кезінде мен өзім филологияны бітірген, мысалы бір семестрде, мына Жанар әріптесіміз біледі, 400-300 кітапты оқып тастаймыз. Бір семестр, бір сессияда мысалға. Жыл сайын көп кітап оқитынбыз. Және кішкентай бала кезімнен сол кезде мысалға бір жылда көп кітап оқитынмын. Кітап енді книжный черп дейді, кітап құртқа. Енді сен қозғалысың бар ғой, мысалға кітап құрттары, сондай сияқты кітап құрт болдым деп айтуға болады. Қазір ондай уақыт жоқ, өткен жазушы болғандықтан сен басқаның жазғанын оқи алмайды екенсің. Өйткені сен концентрация өзің кітабында. Сондықтан қазір мен тек 5-10 кітапты маған береді, сол кітапты оқып шығамын, сосын рецензия жазамын, менен рецензия сұрайды. Сондықтан соның арқасында ол енді профессионалдық түрде оқимын деп айтуға болады. Енді біз қазір қоғамда кітап оқытудың түрлі тәсілдерін қарастырып жатырмыз. Енді әртүрлі клубтар бар, өзіңіздің бастамаңыз бар, Book Ambassadors деген, кітап елшілері деген. Сол жобаңыз жайлы айтып берсеңіз. Кітап елшілері қайдан пайда болды, қазір не жасап жатсыздар? Негізі кітап елшілері деген екінші сөзі енді мысалы кітап жанашыр деген сияқты. Мысалы біз көбінесе біз мына саясатта кітапты насихаттау үшін жазушыларды қолдаймыз, оқырмандарды қолдаймыз. Бірақ енді жазушыларға ол үшін жазушылар одағы бар. Оқырмандар енді олар енді ол нарыққа қарайды, енді ол басқа жұмыстар. Бірақ соның ортасында тұрған кітап жанашырлар бар. Мысалы сен сияқты. Өйткені сен де мысалы кітап елшілерінің мүшесі, сенің де өзіңнің ұйымың бар, осындай қозғалысың бар, мысалы кітап жанашырлар. Сондай сияқты мысалы адамдар
олар біздің Қазақстан вообще елде бар. Бұл тек қазақстандық ұйым емес, бұл дүниежүзілік бук амбассадор деген кітапты насихаттайтын адамдар. Олар коммерция, бизнес үшін емес, тек осы кітапты соншама жақсы көреді, әр өзінің өмірінде әр қадамда сол кітапты насихаттап жүрген адамдар. Солардың аты кітап елшілері. Өзіңізде тәке сол неде қатысасыз, біздің мысалға чатта көресіз, оның арасында сіз сияқты адамдар бар, және мысалға мына Астана, Қарағанды жан-жақтан мысалға ауылдық библиотека, кітапханалар толтыратын, сосын мысалға мүмкіншіліктері шектеу адамдарды кітап арқылы терапия жасайтын адам, және мысалға кітап клубтарды құрған адамдар, сондай сияқты адамдар, кітап жанашырлар, ол тек ақшаға емес, өзінің мысалы ішкі ниетімен сол кітапты насихаттап жүрген адамдарды соларды кітап елшілер дейміз. Жақсы. Енді бізде Жанар ханымда сіздер мысалға нақты жұмыспен, болмаса бір кәдімгідей физикалық тұрғыдан барып жасап жүрсеңіздер, Жанар ханымның қатысы бар үлкен жоба бар. Әлеуметтік желілерде, YouTube-та өте үлкен қаралымда, бұлар қазіргі таңда офлайнда, онлайнда өздерінің түсірілімдерін жасайды. Адамды жинап, кітапхан деген жоба. Керемет. Жанар сонда редакторсың ғой, редактор қызметін атқарады. Сол жоба жайлы айтып берсең, идея қайдан пайда болды, және жалпы алдағы бағыт қандай, сосын қандай әдебиеттер көбінде? Жалпы мен осы филологияны бітіргеннен кейін филолог мамандығы қазіргі таңда әрбір салаға керек қой. Жазу, сызу, соны түсіндіру деген сияқты. Мен оқу бітіргеннен кейін, мен өзім қызығушылығыммен жайдарман деген қозғалыс бар қазір. КВН дейді, қазақша жайдарман. Сол жайдарманда жүрдім, қызмет еттім. И осы жайдармандағы аға буын өкілдермен, аға буын өкілдердің бастамасымен басталған жоба кітапхан деген. Енді қазір кітап оқымайды деп жатырмыз ғой жастарда. Сол неге кітап оқымайды, мүмкін басқаша бір подход деп айтады ғой, сонда тауып көрейік. Тәсілмен деп, сонда кітапхан деген жоба бастауын алды. Осы жайдармандағы аға буын өкілдер, Хамит Ердехан деген кісі бар, естуіңіз болса, сол кісі жүргізеді. Яғни кітапты тек қана шығарма мазмұнын баяндап беру емес, ол жерде оны әзіл арқылы шамалы адамдардың назарын аударту арқылы солай жүзеге асып жатыр. Қазір ең көп кітап елші, кешірім сұрайды. Кітап елші ғой, кітап елшілер, осындай адамдар кітап елші деп айтуға болады. Енді мен осы жерде айтқым келетіні, сондай кітапхан деген жобалар сол пульсті сезінді да жастарға өтіп кетті. Дұрыс. Сондай сияқты медиа жобалары көп болуы керек сияқты, және бізде қазір мәселен осындай мәселелерді талқылағаннан кейін біз қаралымды тек өзіміздің айналамыз алдында жинайды да, массалық қаралым өкінішке орай болмайды. Өйткені кітап өте бір өзіндік нишасы бар тақырып болғаннан кейін оған тек қызыққандар келеді, жалпы емес. Ал жайдарманмен кітапты микс жасап отқаннан кейін ол жайдарманның да көрермендері келеді, кітаптың да көрермендері өте бір ұтымды жоба болды. Енді Бекнұр мырза, жаңа айттыңыз, кітапты көп оқыдым деп, бір ең сүйікті кітаптарыңыз болса, бір топ 5 кітап. Және осы біздің көрермендерге, көріп жатқан жастарға, осы жастар әдебиеті жобасы аясындағы мүшелеріне мына 5 кітапты оқыңыздаршы дейтін қандай 5 кітапты айтар едіңіз? Енді мен сіздің сөзіңізге қосып кетейін, мысалға кітаптың нишасы бар деген сияқты, кітап оқырманның өздерінің нишасы бар. Ол дұрыс айтасыз. Себебі тіптен Совет үкіметінің кезінде, мен бала кезімде Совет үкіметінде болдым ғой. Соның кезінде де 100%, тіптен 80% кітап оқыды деп айтуға болмайды. Өткені мен өзім классымда оқимын, мысалы, менің класстасымның ішінде қанша адам оқиды? Оның үстінде жартысынан аз мысалға. Тіптен 10%, 15% кітапты шын ниетпен жақсы көреді. Ал қазірде сондай. Әрқашан кітап оқитын адамдар, ол енді бір особый бір каста деп айтуға болады. Олар енді 10-15% болуы мүмкін максимум. Сондықтан оның бәрін 100% келуді қылтырудың қажет жоқ. Хотя бы сол 10-15%-ды біз алсақ дейік. Ал жаңа сіздің сұрағыңызды айтсақ, енді мен мысалы бұл жерде негізі өзім жақсы көретін кітаптарым енді жаспен, мысалы әр жасқа өзге сәйкес кітаптар болады. Себебі бұл негізі статикалық емес, динамикалық нәрсе. Мысалға маған 20 жасында бір кітаптар жақсы көремін, 40 жасында басқа кітап, 50 жасында басқа кітап деген сияқты. Енді мысалы жазушы есебінде бізде мысалы профессионалдық өзіміздің бір жақсы көретін кітаптарымыз, сол ең мысалы бүкіл дүние жүзінде жақсы көретін кітаптарымыз, бәрі көбісі түсінбейді, бірақ мысалға ол Улисс
Джеймс Джойс бәріміз жақсы көреміз, өйткені филологтардың бәрі жақсы көреді, өйткені ол полистехникалық, ол енді шебердің ең өте жоғары дәрежеде тұрған роман енді, мысалы Джойсты қатты жақсы. Ол айтады, егер де дейді, Дублинді жарып жіберіп дейді, қайтадан салу керек болса, Улисті оқыған адам Дублинді дәл солай салып береді дейді. Сол 1905 жылдың картасымен Леопольд Блумның жүргенінде. Енді ол енді біз жазушылар әр оқырманды жақсы көрмейді. Ал негізі мысалы бала кезімде оқыған кітабым әлбетте ол Әбжәмин Нұрпейісов «Қан мен тер». Себебі оны мен бала кезімнен жақсы көрдім. Өйткені өзім Аралда өскесін, Аралдың мысалы кеткенін көрген, соның бәрі маған қатты әсерледі. Сондықтан соның «Қан мен тер», сосын оны соңғы кітабы «Соңғы парыз» деген керемет кітап. Ол өте философиялық, өте терең кітап. Соған қараса тағы да жақсы көретін жазушым әлбетте Шыңғыс Айтматов. Шыңғыс Айтматов енді біздің любимый деп айтуға болады. Әбіш Кекілбайұлының «Күйші» деген, сол «Күйші» деген мысалға шығармасында маңқұрт деген сөз бірінші рет айтылды. Содан кейін мысалға Шыңғыс Айтматов, бәрі ойлайды маңқұртты Шыңғыс Айтматов шығарды деп, бірақ сол «Күйші» де бірінші рет шықты. Сол үшін мен бір ТВ периода бағдарлама жасаған. Сол маңқұрт деген сөз солда шықты. Өте керемет, өте семантикалық, өте қиын. Қазақша оқыдым, өте терең ойлы шығарма. Және енді басқа мына дүние жүзінде әлбетте мен мына орыстардың Куплинді де жақсы көремін, Чеховты да жақсы көремін. Әлбетте «Мастер и Маргарита», ол енді попсовый деп айтуға болады бір жағынан. Сосын енді дүние жүзінде өте қатты мына Вавилонскийді, Борхесті қатты жақсы көремін, өткені оның күшті. Сосын негізі интеллектуалдар әлбетте мына нені оқып шығу керек, Умберто Эко, «Имя розы» или «Маятник Фуконы». Сосын жаңағы нені, «Сатыр ташната», Пруст оқып шығу керек. Сондай негізі көп кітаптар, оны бәрін айта берсең, сосын тағы да бір кітабымды айтып кетейін. Кішкентай 17 рет оқыдым ол кітапты. Ол қазақтың кітабы емес, шындықты айту керек. Ол кітап орыстардың кітабы, орыс жазушы жазды. Қатты танымал емес, бірақ қазаққа жақын кітап. Мен оны 83-84 жылы оқыдым, әлі бала кезімде. Сол кезде барып жақсы көрдім, ол Исай Калашев «Жестокий век» деген. Тамаша кітап, мен оқыдым. Сұм заман қазақшасы бар. Сол. Мен орысшасын оқыдым. Сол кезде мен мысалы Баян Совет үкіметінің кезінде біз мысалы Шыңғысханды танымаймыз. Шыңғысханды мысалы моңғол деп жүрміз. Ол моңғолдар бізді мысалы алып, біз бейшара қазақ сол жерде қасқайып қалдық деген сияқты. Сонда сол кітаптарды оқып қарасам, аттарды Қасар, Қайсар, Үйтүрген деген бір ат таптым да. Үйтүрген деген қаяқтан, ол сондай военачальник болған екен, сондай бір төреші болған екен. Соны Үйтүрген деген қаяқтан шықты. Үйтүрген деген басқа елдерде жоқ сөз. Сондай сияқты мен сол Исай Калашевтың арқасында мен Шыңғысханды аштым, және сол моңғол деген ол мысалға бізге навязанный нәрсе екенін түсініп, негізі ода біздің мына қазақтың тайпалары екенін соны түсініп, ол біздің де тарих екенін түсініп, сондықтан сол Исай Калашевты бәріне оқып шығу керек деп ойлаймын. Шыңғысхан туралы айтып өту керек. Шыңғысхан қазіргі заманда жоқ нәрсені жүзеге асырған меритократияны. Қызметті адамның туыстық, басқа қарым-қатынасына емес, оның қабілетіне қарай тағайындаған адамдарды. Ол мүлде өзінің інілерін де жоғалтпаған қолбасшылыққа. Тек қана сол Моңғолияда қалдырып кеткен, ұлысты бөліп берген, бірақ бүкіл қолбасшылары таза меритократ. Сол меритократия деген нәрсені ең алғаш енгізген Шыңғысхандардың басын кескен енді. Қатты кетуге болмайды, бірақ сол заман қиын болды. Бірақ ол ана Исай Калашевтың жақсы жері, мысалға бізде ана тарихта мектепте оқимыз ғой, ой Шыңғысхан деген бол қаншер анау мынау деп. А біз Шыңғысханды басқа жағынан ашты да психология. Өз заманының сондай керек кезде шыққан қаһарманы. Менде бір сұрақ бар. Жаңа Әбжәмин Нұрпейісов деп жатсыз ғой. Өзіңіз сол Арал жақтың тумасысыз. Алдыңызда тұрған кітап сонымен байланысты емес па? Мен шындықты айту керек, баяғыда мен бір досым болған, Дастан Қадыржанов деген, дей берсін, марқұм, ол сол ковидтің кезінде кетіп қалған. Сол Дастан Қадыржанов айтқан, сен Бекнұр кітап жазсаң, обязательно Аралға тіреліп қаласың дейді да. Алматы жайлы жазсын, Астана жайлы жазсын, бірақ Аралға кетіп қаласың деп сондай сияқты. Сол Аралда өткені, неге Арал жайлы жаздым? Өткені ол енді бізге енді қатты психологиялық зиян тигізіп кетті да Аралдың кетуі. Өткені мен Аралда шомылған адам. Енді сендер Аралды көрмедіңдер ғой. Мен мысалы Аралдың табанын көрдік.
табан көрген жерде. Мен аралда шомылдым, пляж, не жаңа қайық, соның бәрінде пароход болды, Заря деген, соның бәрі мына ішінде бар. Сол мысалы аралда көріп, кешіп, сүңгіп жүзген адам, сондықтан сол арал кетпей қалғанда ешкім бізге айтқан жоқ, неге кетіп қалды? Өйткені ол кезде айтуға болмайды ғой. Сол аралдың мысалға кеткені маған экология өте қатты әсер тиді. Сондықтан мен уже экофантазиям, я тебе море деген алдында негізі аралға арналған. Сондықтан мынау енді тікелей тура аралға арналды деп айтуға болмайды. Бұл негізі арал тұзы жайлы. Мына тұздың заманы. Бірақ мына 20-шы ғасырда революциядан бастап, мысалы, екі ағайын бір-біріне қарсы шығып, біреу басмаш, біреу совет үкіметінің несі жаңағы қызметкері. Соның бәрі мысалы тарих, отбасы, жаңағы біздің мысалға қазақ дәстүрі, қала, урбанистика соның бәрін қосып, ең бірінші осының ішінде жазғаным, және мына тұздың бізге қалай әсер тигені, тұзды қалай қазғаны, сіз аралдан кейін не қалды, арал қалай болды, теңізден кейін мысалы не қалды деген сияқты соның бәрін осы жерде жазған. Және бұның ішінде негізі бұл қатты былай депрессивный кітап емес, бұның ішінде позитивный деп айтуға болады. Себебі бұның ішінде мысалы ән. Мысалы Тәкемен білем, сіз қармақшы жаздыңыз. Қармақшыда ең мықты мысалы жыраулар сол жерде болды. Сол жырау, сол біздің мына терме, сол әндер, мысалы қазақтың әндері, біздің мәдениеті қалай бізге әсер тиді 20-шы ғасырда. Және сосын мына жерде мына негізі центр повествования дейді. Бұның ішінде ана дом культуры, баяғыда бүкіл ауылдарда дом культуры болды, мәдениет үйлері. Соның ішінде біздің мәдениетіміз қалай тарады, қалай мына ауылдың адамдарға ол әсер тиді деген сияқты сондай мысалы әңгімелер. Мен ойлаймын, мына мәдениет үйлерді қайтадан қайтарып, әр ауылда өзінің мәдениет үйі болу керек деп ойлаймын. Тамаша. Енді Бекнұр мырза, кітабыңызға үлкен рахмет. Жаңа енді бағдарлама басталмай жатып бізге қазақшасында бар айтпақшылай. Сыйлап жатсыз. Енді маған орысшасы түсіп қалды. Қазақшасын тауып алуға тырысамын. Қазақшасы бар. Меломанда бар ғой. Мен барамын да, енді бүгіннен қалмай қазақшасы алып аламын. қазақшасын да онда қол қойып берерсіз. Алматыда жүрген жеріңізде ұстап алармын. Құдай қаласа. Енді бүгін біз енді азды көпті мәселелерді қозғадық. Ең бастысы негізгі біздің бағдарламаны түсірудің мотиві кішкене болса да осы жастардың әдебиетке деген бетін бұру. Сіздің айтқан рекомендацияларыңызда мен оқымаған кітаптар бар екен, мен міндетті түрде оны оқитын боламын. Енді біз Жанар ханым, сіздің сұрақтарыңыз бар ма Бекнұр мырзаға? Сұрақтар қазіргі қазақ әдебиетін оқып жүрсіз бе? Иә, мен мысалы Төлен Абдықтың мысалы ол енді негізі ол кісінің кітаптарын обязательно оқу керек. Себебі Төлен Абдық қазір біздің қалай айтсақ екен, енді Джойс демесек те, енді бірақ мысалы Кафка сияқты мысалға сондай мысалға деңгейге жеткен адам, оны білесіз, ол Кафканың медалін алған кісі, ондай жоғары дәрежелі біздің жазушылар аз. Сондықтан сол Төлен Абдықтың кітабын оқу керек. Сосын жаңағы келіндегі жанжал авторды ұмытып тұрғандай, ол былтыр бір керемет бір не ұтып қалды, марапат. Және әлбетте мен ойлаймын, Дулат Исабековтың кітабын оқу керек. Оның шығармалары өте керемет. Оғанда мен көп өзі ТВ бағдарлама жасаған. Сосын Сайын Мұратбеков енді әрқайсысы өзіне ғой. Мен осы қалаға көшіп келгенде орысша оқыдым, бірақ Горький запах полыни деген. Сол кітапты күнде мен өзі 5-ші класс Жусан иісі 5-ші класс оқимын. Осы жерде Алматыға көшіп келгенде мен 85-ші жылы көшіп келдім еді. 5 оқимын. Сол кезде Алматы орысша болды да қатты. Ауылдық қатты. Мен енді аралдан шыққан, аралдың ар жағында Сөлтірес деген Аралтұз деген жер қазақ жері енді. Ал мысалы біз жерде қатты аңсадым да ауылды. Каникул сайын кетіп қалатын едім. Сол Сайын Мұратбековтың кітабын ашып, ауыл жайлы. Ой, керемет, өзіме жүрегім жалғыз. Сол кітапты мен ойлаймын, бәрі оқып керек. Өйткені ауылдың не болып жатқан, ауылдың осы қалай дамыған, және ауылдың мысалы философия, әзілі, қызығы, тойы, жанжалы бәрін айтылған сол Сайын Мұратбеков. Сол кітап енді біреуге простой сияқты, біреуге қиын сияқты, бірақ негізі сол кітап өте достойный кітап деп ойлаймын. Соны оқу керек деп ойлаймын. Енді Бекнұр мырза, осы біздің жалпы сұхбатты қандай бір жақсы сөзбен түйіндер едіңіз?
иә, өте рахмет. Әлбетте мен жаңа айтып едім қысқада нұсқада, бірақ мына әңгімеміз тойма әртүрлі әңгіме қызық болып бара жатыр. Тағы да 1-2 сағат сөйлеуге дайынмын деп қой енді. Бірақ енді біз жазушыларды қотап қойсаңдар біз жүре береміз, біз айта береміз. Бірақ енді расында да бәріміз уақытыңызды сәл экономия жасайық. Өйткені экология именно уақытты да біреудің да уақытын сыйлау керек. Сондықтан мысалға бірінші айтып кететін қазір жастар оқымайды дегенге мен келіспеймін. Жақсы, мен де келіспеймін. Себебі мен мына романды шығарғанда мен ойлаймын, менің кітабымды оқитын көбінесе 40-50-дегі адамдар, мен сияқты мысалға, бірақ 50-дегі адамдар кітапты көп оқымайды екен. Олар кітапты оқып, әпте тойып, тынып, андасында оқиды екен. Көбінесе оқитындар 16, 17, 18, 19 жасар балдар, 20-дағы. Сондықтан метрода қарасаңыз, тағы да басқа жерлерде көбінесе жастар оқытады кітаппен. Сондықтан жастар қазір кітапты жақсы оқиды деп айтуға болады. Сондықтан енді негізі кітап оқудың мағынасы, біз жаңа кітап жайлы көп айттық қой. Неге кітап мәселесі өте жоғары? Себебі бұл тек қазақстандық емес, дүние жүзіндегі проблема. Өткені мына жаңа эректильный мозг деді ғой, жаңа допаминовый, оның бәрі қазір кетеді. Бәрі мына рилс, мейілстен шаршайды да қайтадан кітапқа назар аудады. Себебі кітапта ол ақпарат алу емес. Кітаптың ең маңыздығы мен мына бәрі керек қой, публицистика да керек, бизнес кітаптар да керек, оның бәрі керек. Бірақ ең маңыздығы ол шығармашылық. Әдеби шығармашылық. Өткені соның арқасында сен оқығанда контакт жасайсың да, және өзің миыңды дамытасың, өзіңнің мысалы қиялды әлемді құрасын. Өткенде саған мысалға орысша айтқанда пережеванную пищу береді да, мысалға ана видеоның арқасында. А кітап оқығанда сен оның бәрін өзің құрастырасың. Сол құрастырудың арқасында сен миың мына пространственное мышление дейді, мысалы таламайды, соның арқасында қатты дамиды. Өткені ақылда да, мысалы, жаңа Билл Гейтс айтты ғой, мен өзім 50 кітап оқимын деп. Сол мысалға Илон Маск сияқты бәрі кітап оқиды. Өткені кітаптың арқасында сен ана пространственный өзің ойлауыңды қатты дамытасың. Олсыз қазір мына дүние жүзінде я ақшаны да таба алмайсың, я керемет дәрежеге жетпейсің. Біз мына үлкен жоғарыдағы бәріміздің бәрі кітап оқиды, дамыған жер. Мен білемін өткені, олардың бәрі кітап оқиды, ол жоғары жүргендің адамдар бәрі. Себебі олар біледі, видеодан ол мысалы кітап берген нәрсені сен видеодан оның бәрін ала алмайсың. Сондықтан кітап оқыңыз достар, өздерің дамытқыларың келсе, үлкен дәрежеге жеткіңіз келсе, кітап оқыңыз. Кітап біздің байлығымыз. Рахмет Бектен мырза, бұдан артық енді қорытынды айта алмайсың. Тек қана қосатынымыз, кітап оқу міндет емес, кітап оқыған қызық. Біздің келесі шығарылымдарда кездескенше сау болыңыздар. Бектен мырза, сұхбатыңызға рахмет. Рахмет шақырғандарыңызға.